мүмкін. Осы бірінші жасаған Каспарс проектімді көрсетейін дедім. Және де бұл проект маған 3 күні берілді. Маған тызысын жазып берді. Тызысында қандай болу керек, қандай беттер тұру керек, соның барлығы жазылған. Мен осы тызыға қарап, осы проектті жасадым. Және өзімнің менторыма жіберіп қойдым. Бұл проектте бұл Каспарс деген проект, бұл шиналармен запчасть сататын проект. Мен сол бұл реальный клиентке жасалынған проект. Мен сол клиенттің қалау бойынша жасап бердім. Мынау бірінші main page. Main page'дің басы осылай басталады. Одан кейін новостилары бар. Мына жаққа маған айтты, что каталог тұру керек, бірінші бетінде, чтобы бірінші кірген кезде сразу нелерді көру үшін, товарларды көру үшін. Мен бірінші осылай қойдым. Мына жақта парс, мына жақта нелер бар, шиналар бар, что оны басса, мына жақтан дөңгелектер шығады. Мынау бірінші басталғанда осылай тұрады. Мына бетінде фильтрі бар. Және де барлығының мобилка түрі тоже жасалған. Мынау екінші бетінде тура сондай, бірақ осы парсты басқанда бірінші парстар шығады, ал мына дөңгелектерді басқанда дөңгелек шығады. Үшінші бетінде осы бір товарды таңдаған кезде осындай бет ашылады. Осының характеристикасы, описание сатып алу, анау-мынау. Одан кейін новости деген бет болу керек деді. Бұл жақта товар бірінші келгенде шығып тұрады. Мысалы, қандай новости шықты, осы компанияда қандай новый заттар қосылды, мысалы, май келді деген сияқты, скидка болып жатыр деген бүкіл новостилар шығып тұрады. Және де мынау егер корзинкаға қосады, мынау пустой кезі, ал мынау корзинкаға қосылғанда түрі осылайынан қосылынады. Бізде мынандай жасадым, потому что бізде, мысалы, 15 000 теңгеден асса, жоқ 50 000 теңгеден асса, онда бесплатная доставка болады. Соны көрсету үшін именно осылайынан жасалынған. Мына жақта чек-аут. Бұл жақта осы өздерінің детейларын толтырады заказ беріледі. Мынау логин жасап, сайнап жасап кіретін жері. Ал мынау маған айтты, что владелецтің тоже өзінің личный кабинеті болу керек, чтобы ол продуктыларды редактировать ете алатын деп. Мен тоже осындай бір бет жасадым. Және де контакт ас бар. Мысалы, лайкет өзінің favorite заттарын осы жерге сақтап қойса болады. Ал мынау 404 шығып қалған кездегі. Және де мен осындай pay бетін жасаған едім, төлем жасау, бірақ алайда қазіргі уақытта қатты керек емес дегеннен кейін мен ол бетін тоқтатып қойдым. Және де менде осындай 2 вариант бар өзінің личный кабинетіне. Біріншісі осындай бірінші вариант, екінші вариант. Маған более айтты, екінші варианты ұнады деді. Сондықтан, осылайынан екінші варианты жасалынған. Мен осыны бір аптадан аса жасадым. Және де қазір осы клиентке осы логотипін жасап беріліп жатыр. Сол, қойшы.